Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын маклюге дайындаймыз. Бізге ет, пияз, сәбіз, картоп, болгар бұрышы, күріш, айран, қызанақ және қияр қажет. Көкөністерді өзіңіздің қалауыңызға қарай өзгертсеңіз болады. Алдымен етті осылай тураймыз. Осындай көлемде тураймыз, кесектеп. Енді пиязды осылай домалақтап видеодағыдай тураймыз. Сәбізді де домалақтап тураймыз. Қатты қалың емес, жұқа емес, орташа болғаны дұрыс. Картопты да видеодағыдай домалақтап тураймыз. Картопта бізде қатты қалыңда емес, жұқа емес болғаны дұрыс. Енді мен осындай болгар бұрышын қолдандым. Қалауыңызға қарай баялды қолдансаңыз болады, болгар бұрышын салсаңыз болады. Ол өз қалауыңызға қарай. Ыдысымызға біраз май құйып, етті салып, жақсылап қуырамыз. Еттің біраз сөлі шығып, осылай қуырыла бастағанда жақсылап араластырып, үстіне біраз тұз саламыз. Менде сиыр еті, бетін жауып, бұқтырамыз. Басқа ыдысымызға біраз май құйып, сәбізімізді қуырамыз. Сәбізді қатты күйдіріп қуырудың қажеті жоқ. Біраз қызарса жеткілікті. Неке осындай түс болған кезде аламыз майдан. Сол майға картопты салып қуырамыз. Картопты да қатты қуырудың қажеті жоқ. Біраз қызара бастағанда екінші жағын осылай аударып, екінші жағын қуырамыз. Мінекей бізде картопымыз дайын. Картоп дайын. Етіміз біраз қуырылып, сөлі тартылған кезінде астыны жай отта қойып, бұқтырып, 15-20 минут пісіреміз. Бетін жауып. Енді ыдысымызды тазалап, әйтпесе басқа ыдысқа біраз май құйып, күрішімізді салып, майға қуырамыз. Күріштің астын салған соң, біраз қозғаңыздар, әйтпесе астына жабысып қалуы мүмкін. Біраз қуырылған күріштің үстіне жарты стакан көлемінде су құйып, жақсылап араластырып, жай отта бетін жауып, бұқтырып пісіреміз жартылай. Күрішіңіздің көлеміне қарай суды да құйсаңыз болады. Енді салатты дайындаймыз. Мен осындай қияр мен қызанақты қолдандым. Қалауларыңызға қарай әртүрлі бұршақтар, жүгері, әйтпесе басқа да көкөністерді қолдансаңыздар болады. Мен балғын қияр мен қызанақты қолдандым. Жақсылап турап, майдалап, үстіне біраз тұз сеуіп, жақсылап араластырып, бөлек қойып қоямыз.
Енді маклювені жинай бастаймыз. Осындай қалың қазанға астына ең бірінші пиязды саламыз. Етіміз күйіп астына жабысып қалмау үшін салынады пияз, әрі дәм беру үшін. Енді етімізді салып, оның үстіне сәбізді саламыз. Видеодағыдай жайып, бір тегіс етіп қойып шығамыз сәбізді. Оның үстіне болгар бұрышын қойып шықтым. Арасына тұз салуды ұмытпаңыздар. Енді картопты қоямыз. Біраз тұз саламыз. Жартылай піскен күрішімізді салып, осылай жайып саламыз. Үстінен біраз тұз салып, осылай ожаумен, әйтпесе басқа да ыдыспен осылай қатты үстінен басып нығыздаймыз. Нығыздап болған соң, үстіне жеткілікті мөлшерде біраз су құйып, 30-40 минут жай оттап пісіреміз. Мінекей бізде дайын. Осындай үлкен табаққа видеодағыдай аударамыз. Жайлап мұқият аламыз. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі болып пісіп шықты. Енді шетіне осылай салаттарымызды қойып шығамыз. Қалауларыңызға қарай әртүрлі салаттар жасасаңыздар болады шетіне. Және үстіне мен аскөк, яғни укроп салдым. Шет-шетіне айранды құйып шықтым. Қалауларыңызға қарай кесеге құйып қойсаңыздар да болады айранды. Айранды ұнатпайтын кісілер болса, жанұяңызда. Мінекей, осымен біздің маклюве тамағымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында осы рецептпен дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.